мынандай находка таптым. Мынандай да находка болады екен ғой. Қараңыздар. Мындай. Ішінде тиындар. Міне нокта Simplex плюспен таптым. Соңғы достар, өзің біз Simplexпен алғашқы қопқымызға баратымыз. Мінекей мынандай компактный жиналады өз. Деген кішкентай жарты метр болатын арада. Осындай мен настройка жасадым. Чувствительность бір сызық атсадым. Қазір көреміз енді находкалар болса. Бізде алғашқы находка мындай грузила. Крышкалар сондайлар. 15 минуттай өтті. Шуны іздеп жатырмын. Андай прокалар, пивон проксы сондайларға қарап жатыр. Сосын бізде находка. Тағы грузила. Күрчегімен андай. Достар, бізде монета шықты. Мінекей. 10 теңге. Simplexпен. 2000 жылғы. Ұзақ қазын біраз, 1 сағаттай іздедім. Прокалар, мусорлар көп шығады. Бізде міне находка енді. Тағы да 10 теңге. 2002 жылғы. Бізде тағы находка. Мынандай Toyota'ның эмблемасы. Қандай металлдан жасалған екен? Белгісіз. Simplexпен. Бізде кезекті находка. Мінекей. Тағы 10 теңге. Басқа режимде қойдым. Менде қазір 3-ші режим. Парк болу керек. Кезекті находка. Екі копейк. Бізде кезекті находка. Медальон шықты мынандай. Или басқа нәрсе ма? Жазып тұрмын артында. Осындай находка. Алюминийден жасалған. Мынандай да находка болады екен ғой. Қараңыздар. Мындай. Ішінде тиындар. Пакетімен түсіп мына жерде. Simplex нокта макро. Simplex плюс. Мынандай находка таптым. Ветеран труда дейді. Осындай медальон. За долголетний добросовестный труд дейді. Осындай жердің бетінде жатыр екен бүйтіп. Ора бетінде. Simplexпен. В общем, күміс болу керек. Күміске ұқсайды. Керемет. Мінекей бір күнде тапқан заттарым нокта Simplex плюспен алғашқы күнгі
Жартысын түсірдім бе, жартысын түсіруге уже шама болған жоқ. Мен мінекей түстен кешке дейін іздегенім осының бәрі. Аяқтан бастап көрсейін, мынандай мен телефон тауып алдым батарейкасымен. Мынандай монеталар, грузила арасында. Мынандай балық аулауға арналған заттар. Қорғасындар, сосын мынандай цеп. Сосын міне мынандай сырға. Және де мынау пробканың несі. Ағашын сығар түсті алюминий болу керек. Сосын бижутерия. Бізде мынандай күміс сақина. Міне осындай күміс сақина. Және де сырға міне. Сырғаныкі. Және мынандай тағы бір сақина. Сосын мынандай бір керемет сырға. Сосын бізде алюминий сақина мынандай. Сосын міне главный находка. Ветеран труда СССР-тікі. Бұның бағасы аукционнан қарап көрдім. 6000 теңгедей тұрады. За долголетний добросовестный труд дейді. Солай жазылып тұр ішінде. Осындай медаль. Мінекей осының бәрін таптым бір күнде. Алғашқы күнім .simplex+пен.